Annyeonghaseyo достар, сәлем. Бүгінгі видеода біз Кореяның туризм орындарымен танысуды жалғастырамыз. Және оның бірі Кангнын қаласындағы кофе көшесі. Кангвондо провинциясында орналасқан Кангнын қаласы Кореядағы ерекше кофе фестивалі өткен ең алғашқы қала. Мұнда кофе мұражайы, кофе көшесі, бариста, яғни кофе қайнату мамандарын даярлау академиясы және тіпті кофе зауыты өз есігін айқара ашты. Осылайша қаланы нағыз кофе қаласы деп атауға болады. Ақ құмдар, көгілдір толқындар, көк аспан, толқынның дыбысы, жеңіл жел. Бұл Кангнын. Кангнын Сеулден 3 сағаттық жерде орналасқан. Бірақ мұндағы атмосфера мүлдем басқа. Қала Жапон теңізінің жағасында орналасқан, құмды жағажайлармен, қарағай ормандармен және теңіз тағамдарымен өте танымал. Жаяу жүруге арналған ыңғайлы жолдар, велосипедшілер жолы, мүсіндер бар. Жаяу серуендеу кезінде сіз World Best Film Museum деп аталатын кино мұражайына, граммофон мұражайына немесе Эдисонның атындағы мұражайға бара аласыздар. Сондай-ақ жақын жерде әсем табиғаты бар шағын саябақта бар. Ал енді шын мәнінде неге бұл кофе астанасы деп аталды? Кангнын шынымен Кореядағы кофе қаласы болып саналады. Мұнда Аннок жағалауы деп аталатын әйгілі кофе көшесі бар. Мұнда теңізге қарайтын түрлі кофеханалар орналасқан. 1980 жылдары Кореяда алғаш рет, яғни Кангнын дәл осы Кангнын қаласында дәл осы көшеде ең алғашқы кофе сататын машиналар орнатылған. Ол кезде бұл корейліктер үшін таңғаларлық жағдай болды, және олар жан-жақтан жағажай маңында кофе ішу үшін келген екен. Содан кейін белгілі бариста Кангнынға келіп, сол жерде алғашқы кофехананы ашқан. Ол ұзақ бойы бүкіл Кореядағы ең жақсы кофехана деп саналды. Қазір бұл қалада тіпті кофе мұражайы бар, және жыл сайын халықаралық кофе фестивалі өтеді. Айтпақшы, және айта кететін тағы да қызық нәрсе, әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді қызықтыратын мұнда тағы да 2 көрнекті орын пайда болды. Біріншісі, әйгілі кей-поп музыканттары BTS өзінің клипі мен альбом мұқабасын түсірген аялдама бар, және екіншісі Токкеби дорамасының түсірілім орны.